Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілі 1-ші сынып, 93-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы заттың санын білдіретін сөздер. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпа. 1-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қанша аң? Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Жарысқа қатысқандардың екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Жарысқа қанша аң қатысты? Ормандағы аңдар қандай жарыс өткізді? Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Жарысқа тағы да қандай аңдар қатысты деп ойлайсың? Жарысқа кірпі, түлкі, қоян және басқа да аңдар қатысты. Мәтіндегі сұраққа жауап бер. Мәтіндегі сұрақ: жарысқа қанша аң қатысты? Жарысқа 3 аң қатысты. Ол кірпі, түлкі және қоян. Бұл мәтін ертегі ме, әлде әңгіме ме? Бұл әрине ертегі. 2-ші жаттығу: жаңылтпаш тыңдап жатқа жаз. 3 құс жақсы ма, 3 құс жақсы ма? Қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздің астын сыз дейді. Біз 3 деген санды сызып қойдық, себебі ол заттың санын білдіріп, неше деген сұраққа жауап береді. Заттың санын білдіретін сөздер не үшін керек? Заттың санын білдіретін сөздер сол заттың санын анықтау үшін керек. Және оған қанша неше деген сұрақ қойылады. Жаңылтпашты тез-тез жаңылмай айт. Яғни 3 құс жақсы ма, 3 құс жақсы ма деген жаңылтпашты бір-біріне айтып жаттығыңдар. 3-ші жаттығу: берілген сөздердің соңына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер тауып жаз. Берілген сөздер 6, 7, 8, 10, 5. Енді осыларға сөз қосып жазамыз. 6 ағаш, не ағаш? 7 бала, кім бала? 8 кітап, не кітап? 10 есік, не есік? 5 сынып, не сынып? Яғни осы жерде біз кім, не деген сұрақтарға жауап беретін, заттың атын білдіретін сөздерді қойып, сан есіммен бірге тіркестіріп жазып қойдық. Бұлардың барлығын жұмыс дәптеріңе жазып ал. Жұмыс дәптерінің соңғы 39-шы бетіндегі берілген тапсырманы орындайық. Алғашқы дыбысы кестедегі әріптерден басталатын санды білдіретін сөздер тауып жаз дейді. Мысалы, Б 5, 1, 500, 2, 50, 200, 8, 85, 80 деген секілді сөздерді жазуға болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау